Сәлем, қалдарыңыз қалай, көңіл күйлеріңіз қалай? Мен бүгін үйлесімділік туралы, жалпы ер мен әйел туралы айтпақшымын. Жалпы біздің қоғамда қазіргі гендерлік саясаттың кесірінен ер мен әйел тең біз анау әйелдің қолынан бәрі келеді, еркектің қолынан ештеме келмейді деген нәрсе қалыптасып бара жатқан сияқты. Ер істегенді біз де істейміз, біз кімнен кейін біз деген осы нәрсе қазір көптеген отбасыларын шайқалтуда. Кеше маған бір сіңілім хат жазған екен, жалпы отбасының берік болу үшін, отбасын мықты ұстап тату тәтті отбасын құру үшін не істеу керек деп. Мен соған сұраққа жауап берейін. Тура мына ине мен жіп сияқты болу керек, үйлесімділік табу керек. Сіз ойлап қарасаңызшы, кішкентай ине, қандай болмасын, ол жуан ба жіңішке ме маңызды емес, ол жол бастаушы. Қандай бір жыртық тесікті білдірмей жамап әдемі қалыпқа келтіру үшін оған иілгіш жіп керек шығар. Иненің үстінен ине қоса берсеңіз, жіпті бір 10 пачкаға бәкеп қойсаңыз да одан пайда бар ма? Жоқ. Сондықтан екі адам түсінісіп, үйлесіп, бір-біріне сіңісе білу керек. Жалпы мына инені сабақтаған кезде сіз қандай жіпті сабақтайсыз? Оған келетін. Және ол жуан жіңішке қалай болса солай өппек болып, менде де осындай бола, мен білгенімді істеймін, мен одан асып түсем десе не болады? Сәнегі жерге келеді, салқаны талды үзіледі, қиылады ғой. Тура сияқылды отбасында сіз өз табиғатыңызды баста Алла тағала жаратып қойған кезде адамзат баласын, ер мен әйелді адам қылдырып жаратқан шығар, екеуіне де жан берген шығар, бірақ екеуіне екі түрлі табиғат берді ғой. Әйелге нәзіктікті, эмоцияны, иілгіштікті, иіле білуді және бір уақытта жан-жақты көре білу қасиетін берген, сезіне білу қасиетін. Ер адамдарға жоқ, оларға тек қана бастаушы, алға сүйреуші қасиетті берген. Сондықтан осы нәрсені жоғалтпай, сіз еріңізді жоғары көтерген сайын, құрметтеген сайын, алға шығарған сайын, сіздің тасыңыз өрге домалайды. Сіз онда ұттыңыз, ешқашан ұтылмайсыз. Табиғатыңызды сақтай отырып, еркек пен әйел тең дедіңіз ба, осы жерден құрайсыз. Еш уақытта әйел мен еркек бір-бірімен тең бола алмайды. Ол сондай заңдылық. Білмеймін, оны қалай айтуға болады басқаша. Сондықтан сіз әдемі болып, құлып бұрып, гүлдей жайнап, нәзіктігіңізді сақтап, сізге бір кездері бір ғашық болған шығар. Осы адам сізде де жайдан жай көз, құлақ, мұрын сізге тез алған жоқсыз ғой. Сізге де бір қасиеті ұнаған шығар. Сол қасиетті ары қарай ұштап, мықты өзіңізге қандай ер азамат ұнайды, сол ер азаматты жасап алуға болады. Ол сіздің қолыңызда. Әйелдің жалпы бір қолында бір өте керемет осындай қасиет бар. Әйелдің қолынан негіз бәрі келеді. Бірақ қай кезде ол табиғатын жоғалтпаған кезде, табиғатынан айнымаған кезде, еркек болып кетпеген кезде, әйел болған кезде, өз орнын білген кезде, сол кезде болады. Тіпті сөз сөйлесеңіз де, сіз екеуіңіз екі жаққа тартылып, қырсықпай, қыңырланбай, үйлесіп, бір-біріңізбен үйлесімділік тауып, бір-біріңізге сіз, біз деп сөйлеп бастағанда басталады.